Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз ұжымдағы өзара қарым-қатынас деп аталады. Сабағымызда негізге алатын құндылығымыз ол сүйіспеншілік құндылығы. Және де адамгершілік, түсіністік, жауапкершілік қасиеттерінің мәнін әрі қарай аша түсетін боламыз. Адамдардың ортасында өмір сүріп, бақытты болу дегеніміз ең алдымен өзіңе тиістіні тындыру, өз борышыңды ақтай білу деген сөз, дейді Сухомлинский. Шынында да балалар, өмірде қарым-қатынассыз адамның өмірін елестету мүмкін емес. Сондықтан да қарым-қатынастың біздің өмірімізде алатын орны ерекше. Ендеше қарым-қатынас деген не екеніне тоқтала кетейік. Қарым-қатынас бұл әлеуметтік психологиялық құбылыс. Ол адам өміріндегі көптеген рухани және материалдық құндылықтарды қамтиды және ең жоғары қажеттіліктердің бірі болып табылады. Қарым-қатынассыз жеке адамды түсіну, оның дамып жетілуін талдау мүмкін емес. Ал адамдар арасындағы қарым-қатынас саналы адамдар арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін туғызып, байланыс орнататын күрделі процесс. Екі немесе одан да көп адамдардың арасындағы танымдық немесе эмоционалды ақпарат, тәжірибе, білімдер, біліктер, дағдылар алмасу екен. Адамдар арасындағы қарым-қатынастың басты мақсаты ол өзара түсіністікке қол жеткізу. Қарым-қатынас жасауда қарым-қатынасқа түскен адамды тыңдап, түсіне білудің маңызы зор. Бұл басқа адамның ішкі жан дүниесін түсініп, оған өз ойын жеткізуге мүмкіндік береді. Адамдар басқаларға өз ойлары мен көзқарастарын түсіндіре отырып, түсініспеушілік, ұрыс-керіс, дау-жанжал секілді жағымсыз құбылыстарды болдырмауға әрекет жасайды. Енді жағымды қарым-қатынас орнатудың ережелеріне тоқтала кетейік. Біріншіден, ол тең дәрежеде қарым-қатынас жасау. Яғни, адамдардың барлығымен бірдей деңгейде қарым-қатынас жасау. Ешкімді бөліп жарып қарамау деген сөз. Екінші, жағымпаздық жасамау. Адамдардың ісіне зейін салып қараңыз дейді. Сонда жағымпаздануға емес, керісінше шын мақтауға себеп табылады дейді. Келесі, жеке пікірді сыйлау, яғни адамды тыңдап үйрену және аз сөйлеу. Келесі, бұйрық беруден аулақ болу дейді. Егер елдер сізді тыңдасын десеңіз, онда бұйырып емес, ұсынып немесе өтініп үйреніңіз. Келесі, өзгелерді сынамау. Адамдарды сынап мінемеңіз. Егер сынағыңыз келіп бара жатса, онда оның тек ісін сынаңыз, яғни оның жеке басына нұқсан келтірмеуге тырысуымыз керек екен. Келесі, шектен тыс ашуланбау. Ашулану бұл адамның көмек пен қолдауға зәру екендігін білдіреді. Сондықтан адамның мұндай күйіне түсіністікпен қарауға тырысуымыз керек. Келесі, ол бізде сабырлық таныту. Егер сіздің бірдеңеге ашуыңыз келіп тұрса, сабырлық танытыңыз, үндемеңіз, эмоцияңызды іште сақтаңыз. Бәрін шорт кесуден аулақ болыңыз. Жай ғана адамға ойындағысын айтуға, ісін түсіндіруге мүмкіндік беріңіз. Ал сосын өзіңізге жағатын сөздеріне мән беріңіз. Әңгімені біткен соң, оның сөздерін тағы саралап көремін деңіз. Және соңғысы, ол сыйластық таныту. Яғни, кез келген адамға, мейлі ол үлкен болсын, мейлі ол кіші болсын, оның жеке тұлғалық қасиеттерін ескере отырып, оны жеке тұлға ретінде қабылдау арқылы оған сыйластық таныту, бұл біздің адамдық борышымыз болып есептеледі екен. Балалар, сабағымызды әрі қарай жақсылық пен жамандық туралы жазылған аңыз әңгімемен жалғастырғым келіп отыр.
Қарт ескі досымен шай ішіп отырып, бөлме ішіне мұқият зер салып қарашы, дейді досына. Зер салып қара да, қоңыр түсті заттарды есіңде сақтап қал, дейді. Бөлме ішінде қоңыр түсті заттар өте көп еді. Бірақ досы бұл тапсырманы еш қиындықсыз орындайды. Сонда қарт оған: енді көзіңді жұмып, көк түсті заттарды атап шық, дейді. Досы сасып қалады: мен тек қоңыр түсті заттарға мән бердім, көк түсті еш нәрсе байқамадым, дейді. Сонда қарт: енді көзіңді ашып, айналаңдағы көк түсті заттарға қарашы, дейді. Олар сен ойлағаннан да көп, дейді. Бұл шындық еді. Досы көзін ашып қараса, шынымен де бөлме ішінде көк түсті заттар көп екен. Досы қатты таңырқап қалады. Сонда қарт оның сөзін жалғап: бөлмеден қоңыр түсті заттарды, яғни өмірден тек жамандықты іздей беретін болсаң, оларды міндетті түрде табасың. Олар өміріңнің бір бөлшегіне айналады. Сол себепті тек жақсылыққа сен. Расымен де, әлем біздің санамызда өмір сүреді. Мәселе қиындықта емес, сол қиындықты қалай қабылдаймызда. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Осы мәтінге байланысты өз ойымызды жинақтап көрейікші. Қарттың досы неліктен қатты қысылды деп ойлайсыңдар? Өмірде жақсылыққа қалай қол жеткізуге болады? Өздеріңнің бейтаныс адамдарға қарым-қатынастарың қандай? Қарттың жасаған сынағынан қандай сабақ алуға болады? Осы өсиет әңгімені тақырыппен қалай байланыстырар едіңдер? Міне, осы сұрақтар төңірегінде ойланып көрейікші. Шын мәнінде де балалар, біз өмірден тек жамандықты көре білетін болсақ, біздің санамыз соған қалыптасып қалады. Сондықтан өмірде тек қана жамандықты емес, жамандықтың да жақсы жағын көре білуді үйренуіміз керек екен. Бүгінгі сабақтан алған білімімізді жинақтай түсу үшін келесі шығармашылық жұмысты орындауды тапсырамын. Авраам Линкольннің адам өміріндегі ең тамаша нәрсе оның басқа адамдармен қарым-қатынасы деген ойын басшылыққа алып, өз сыныбыңдағы қарым-қатынасты жақсартудың жолдарын жаса. Яғни, өзіңнің сыныбыңа жетіспейтін қандай қажеттіліктер бар қарым-қатынасқа байланысты. Осы төңірегінде ойланып, оның тізімін жасап келулеріңе болады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, ұжымдағы жайлы ахуалдың сақталуы әрбір адамның жан дүниесіне, көңіл күйіне тікелей байланысты. Адамның жан дүниесі дегеніміз оның ішкі көңіл күйі, сезімдері, ойлары, арманы, қиялы. Жалпы адамның қолға ұстап көзбен көруге мүмкін болмайтын күйлері. Бірақ олар сыртқы факторлардың әсерімен әр адамның әртүрлі әрекеттері мен қылықтары арқылы көрініс табады. Сендер мектепте бірлесіп қоғамдық пайдалы іспен шұғылдансаңдар, бір-біріңе көмектессеңдер, ұжымда бірлік, сыйластық болады. Білім алу, өнерге үйрену және өмірді түсіну сияқты ортақ мақсат сендерді біріктіреді. Ұжымда жайлы ахуалдың болуына жағдай туғызады. Міне балалар, осы айтылған ойларды жинақтай келе, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.